Таңғы уақыттың берекесі, күніңіздің алғашқы сағаты сізді жетістікке қалай жеткізеді? Өмір сүрудің екі-ақ жолы бар. Бірі ғажайыпқа мүлдем сенбеу, екіншісі өмірдегінің бәрін ғажап көру. Әр таң сайын жаңа өмір басталады. Ерте тұру көптеген адамның өмірін өзгерткен тамаша әдет. Осы кітаптың авторы кауч-тренер Хэл Элдерт та таңертең ерте тұрып жүгіре бастағалы өмірінің өзгергенін байқайды. Түрлі тәжірибелер өткізіп көрген автор ғажайып таң әдісін өз тұтынушыларының арасында да қолданып көреді. Нәтижесі адам таңғаларлықтай болған соң, жұртты ерте тұрып, өнімділікті арттыруға шақыратын осы кітапты жазады. Оянып, бар мүмкіндігіңді пайдаланатын кез келді. Келтірілген деректерге сүйенсек, орта есеппен әр америкалық 10 келі артық салмағы $10,000 қарызы бар екен. Әрі өз жұмысын жақсы көрмейді. Аз-маз депрессияда және жақын досы жоқ. Бұл дерек шын болса, америкалықтардың өміріне өзгеріс керегі ақиқат. Ал сізге ше, потенциалыңызды толық пайдаланып жүрсіз бе? Бұл кітаптың 3 маңызды аргументі: біріншісі, әлемдегі басқа адамдар секілді сіз де жақсы өмір сүруге, мықты денсаулық пен есепсіз байлыққа жетуге, сәттілік пен махаббатқа ие болуға әбден лайықтысыз. Екінші, өзіңіз армандаған кәсіби, қаржылық тәуелсіздікке жету үшін, өз ісіңіздің маманы болу үшін күнделікті арнайы уақыт бөлуіңіз керек. Үшінші, күнделікті ерте тұру кез келген салада сіз ойламаған деңгейде жетістікке жетуіңізге көмектеседі. Хэл, мен бозторғай емеспін ғой. Кеш жатып, кеш тұратыныңызды меңзеп, мен бозторғай емеспін, үкімін деуіңіз мүмкін. Бірақ ғажайып таң әдісі ұйықтау, ояну дағдысын басқа адамдардың да өмірін өзгерткен. Бірінші тапсырма: уақыт тап. Өз-өзін дамытуға таңғы уақытты арнау күні бойы өнімді уақыттың кепілі. Кітаптың авторы Стив Павлин алғашқы сағат барлық күніңді басқарады деседі. Оянғаннан кейінгі бірінші сағатта жалқаулық танытсам, ісімде жүйе болмаса, менің бүкіл күнім солай өтеді. Ал сол алғашқы сағатты өнімді өткізуге тырыссам, күнімнің қалған бөлігі де тура солай табысқа толы болады деп жазған. Өміріңді өзгертуге уақыт таппай жүрсің бе? Кешке дейін жұмыстасың. Спортқа да, кітапқа да уақыт жоқ. Ал таңертең 1-2 сағат ерте тұру өз-өзіңді дамытуға таптырмайтын уақыт. Екінші тапсырма: тезірек әсер ететін істі жасауды баста. Автор таңертең ерте тұру арқылы пайда болған қосымша 1-2 сағаттың ерекше өткізуді ойлайды. Қағаз алып тізім жасай бастайды. Оның тізімін медитация, аффирмация, визуализация, хат оқу және физикалық жаттығулар кіреді. Өмірімді түбегейлі өзгерткен таң. Жуынып, тісімді тазалап, сағат 5-тен 5-те қолыма 1 стакан су алып, қонақ бөлмедегі диванда келер күнге деген ерекше қызығушылықпен отыр едім. Қалтамнан кеше жазған тізімді шығарып, бірінен кейін бірін орындай бастадым. Тыныштық. Таңғы тыныштықта құлшылық, медитация жасап, тыныс алуымды бақылап 10 минуттай отырдым. Көптен бері өзімді мұндай керемет сезінбеген шығармын. Оқу. Бұрын оқуға уақыт жоқтығын айтатынмын. Сылтауларым да бітпейтін. Ал бүгін сөреде бұрын бір бастап, кейін аяқтамай тастап кеткен Наполеон Хиллидің кітабын алып 10 минуттай оқыдым. Ішінен бірнеше пайдалы идея таптым да, оларды сол күні орындауға кірістім. Аффирмациялар. Бұрын аффирмациялардың күшін сезінбейтінмін. Бұл жолы «Думай и богатейдегі» позитивті аффирмацияларды ерекше әсер етіп, өз аффирмацияларымды жазуға тырыстым. Бір бет қағаз алып, өмірден не қалайтынымды, оған жету үшін не істеу керектігімді тізім жасап шықтым. Нәтижесінде өзімді күшті табанды сезіндім. Визуализация.
Қабырғада ілулі тұрған визуализация тақтасына үңілдім. Бір суреттен екінші суретке көз тоқтатып, елестеткенімді шабыттыма шабыт қосылғанын байқадым. Күнделік жазу. Сосын былтыр сатып алған бірнеше күні ғана толған күнделікті аштым. Сол күні күнделігіме тағдырыма риза екенімді жаздым. Өзімнің жеңілдеп қалғанымды сездім. Физикалық жаттығулар. Содан не керек? Диваннан тұрдым да еденге жата қалып отжимания жасадым. Сосын шамамның келгенінше пресс жасай бастадым. Кейін DVD-плерден йога қойып жаттығуларына кірістім. Ал біткен кезде тұла бойым энергияға толы еді. Басқа емес, ғажайып. Бірнеше апта бойы 5-те тұруымды жалғастырдым. Кейін 4-ке ауысып көрдім. Ол да қиын емес екен. Күйзелісім өтті. Өзімді бақытты сезіне бастадым. Күш-жігерім тасып, шабыттанып жүрдім. Сосын бұл ғажайыптан туралы клиенттеріме айту керектігімді түсіндім. Әлемдегі 5% бақыттылардың қатарына қалай қосылуға болады? Әлемдегі адамдардың 95%-ы өз мүмкіндіктерін жете пайдаланбайды, әрі азға қанағат етіп өмір сүре береді екен. Және олар өмір бойы қаржылық қажеттілікте. Ал қалған 5% адамдар қатарына қалай қосыламыз? Мына жағдайлар туралы ойланыңыз. Физикалық форма, сезімдік нағыз эпидемияға айналуда. Онкологиялық әрі жүрек аурулары көбейіп келеді. Ментальды және эмоционалдық денсаулық, депрессия, үрей, болашаққа сенімсіздіктің кесірінен адамдар түрлі дәрілер қолданады. Өзге адамдармен қарым-қатынас. Америкалық әр екінші неке бұзылып жатқаны бәрімізге белгілі. Қаржылық жағдай. Бейжайлықтан қалай арылуға болады? Өткенге байлану. Көп адам өткеніндегі өкпе-ренішін, сәтсіздігін өзімен арқалап жүреді. Өзіңізге қажетсіз шектеулер қоймаңыз. Арманыңызды нақтылап, ештеңеден қорқпай алға ұмтылыңыз. Айқын мақсаттың жоқтығы. Көп адам нақты мақсаттың жоқтығынан адасып жүр. Сондықтан мақсатыңызды айқындап алыңыз. Дәл осы апта арнайы уақыт бөліп, өмірлік мақсатыңызды жоспарлаңыз, жазыңыз. Өзіңе жеңілдік жасай беру. Бір жолға тренировкадан қала салу, бір жолға фастфуд жей салу, таңертең будильник шырылдағанда 5 минутқа өшіре тұру, мұның барлығы сіздің өмірлік әдеттеріңізге әсер етеді. Бір күн ғана қалмайсыз, үнемі қала беретін боласыз. Сондықтан өзіңізді аяуды доғарыңыз. Таңертең будильник шырылдап, ұйықтай тұрғыңыз келіп, 5 минутқа кейін қоярда, мен ерік-жігері будильникке тұруға да шамасы келмейтін адам болғым келмейді. Қазір бірден тұрамын. Өйткені бұл менің шешімім. Мен мақсатына жеткен адам болғым келеді деу керек. Өз ісіне есеп бермеу. Есеп беру өміріңіздің реттелуіне, жетістікке жете түсуіңізге көмектеседі. Есеп беріп тұратын дос табыңыз. Осы кітапты оқып отырған адамның бәріне міндетті түрде есеп беріп дос табыңыз дер едім. Бұл өте маңызды дүние. Ол сіздің отбасыңыздың бір мүшесі, туысыңыз, досыңыз болуы мүмкін. Кім болса да есебіңізді қабылдайтындай адам болса болғаны. Дұрыс орта табу. Сізге сенетін, жетістігіңізге қолдау көрсететін орта табыңыз. Бүгін таңертең неліктен ояндыңыз? Бір сәт ойланып, бүгін таңертең төсектен не үшін тұрғаныңызды саралап көріңіз. Таңертең неге оянасыз? Жылы төсекті тастап не үшін тұрасыз? Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Ерте тұрған әйелдің бір ізі артық. Бұл ескі мақалдың мәні өте зор. Сіз таңертең будильникті өшіру арқылы өміріңізге, сол күніңізге, арманыңызға қарсылық танытасыз. Осыдан-ақ сіздің қандай негатив энергия қоршайтынын біле беріңіз. Депрессияға ұшыраған көптеген адамдар өздері үшін күннің ең қиын бөлігі таң екенін мойындайды. Олар әрең тұрады. Бізге қанша сағат ұйқы жеткілікті? Ұйқы ұлттық фондының зерттеуінше
9 сағаттан артық ұйқы зиян. Тіпті мұнша сағаттан артық ұйықтаған адамда ауру белгілері болуы мүмкін. Қалай сергек болуға болады? Сіз ұйқыңыз қану үшін 8 сағат керек деп ойлап, бірақ түннің бір уағына дейін жүріп қалдыңыз да ертеңіне 6 сағат ұйықтайтын болдым. Жатар алдында маған 8 сағат ұйықтау керек. Ал мен бар болғаны 6 сағат ұйықтайын деп тұрмын. Ұйқым қанбайтын болды ғой, таңертең басым ауырып оянатын болды деп ойласаңыз, таңертең оятқыштың дауысын естігенде, әрине өзіңіз ойлағандай бар болғаны 6 сағат ұйықтадым. Шаршап тұрғаным-ай. Адамның миы мен денесінің арасында тығыз байланыс бар. Егер сіз жатар алдында маған 6 сағат ұйқы жеткілікті, осылай 6 сағат ұйықтауға мүмкіндік берген Құдайға шүкір деп жатсаңыз, сергек оянасыз. Ал ұйқым қанбайтын болды деп жатсаңыз, 9 сағат ұйықтасаңыз да ұйқыңыз қанбайды. Сізге қанша сағат ұйқы жеткілікті екенін шешетін әрине өзіңіз. Оятқышты қайта-қайта өшіруден сақтайтын 5 деңгейлі стратегия. Жатар алдында ниетіңізді дұрыстап алыңыз. Таңертең ерекше көңіл күймен оянып, жаңа күнді жақсы өткізуге ниеттеніңіз. Ал түнде сұмдығын-ай, маған таңертең 6-да тұру керек деп жатсаңыз, оятқыш шырылдағанда 6 болып қойды ма деп көңілсіз оянуыңыз анық. Будильнигіңізді төсегіңізден алысқа қойыңыз. Егер оятқыш жаныңызда тұрса, автоматты түрде өшіріп, ұйқыңызды ары қарай жалғастыра беруіңіз мүмкін. Сондықтан алыста тұрғаны жақсы. Оны өшіру үшін амалсыз тұрасыз. Бірақ қайта жатып ұйықтағыңыз келуі мүмкін ғой. Онда тісіңізді тазалаңыз. Оятқышыңызды өшіре сала, тісіңізді тазалауға кірісіңіз. Сонда сіз денеңіздің оянуына уақыт бересіз. 1 стакан су ішіңіз. Таңғы уақытта су ішу өте маңызды. 6-7 сағат сусыз қалған денеңізді ылғалсыздық болып, ол шаршап тұру мүмкін. Жалпы басқа уақытта да көбірек шаршайтыныңызды байқасаңыз, ұйқыға емес, су ішуге ұмтылыңыз. Спорт киімін киіңіз. Таңғы жаттығу да өте маңызды дүниелердің бірі. Сізді құтқаратын шеңберлік. Тыныштық. Тыныштық стресстен құтқаратын, миыңды тазалайтын тамаша дүние. Тыныштық кезінде мен көбіне медитация, құлшылық, ойлану, терең тыныс алу, алғыс айту секілді істермен айналысамын. Бір таңда біреуін ғана істеймін. Медитация. Медитация туралы жазылған кітап та, мақалалар да көп болғаннан кейін қатты тереңдемей-ақ қояйын. Бірақ ғалымдар медитацияның кейде дәріден де жақсы емдейтін айтып отыр. Тұрақты медитация зат алмасуды жақсартады, қан қысымын реттейді, миды жұмысын жақсартады. Жұлдыздар түрлі жетістікке жеткен адамдардың барлығы тұрақты медитация жасайды. Ғажайып таң аясында жасалатын медитация туралы айтып берейін. Медитацияға кіріспес бұрын психологиялық тұрғыда жақсылап дайындалып алу керек. Тыныш, ыңғайлы жер табыңыз. Диван, орындыққа да отыруыңызға болады. Бастысы өзіңізге қолайлы болу керек. Аяғыңызды айқастырып отырыңыз. Көзіңізді жұмуға да, полға қарап отыруға да болады. Тыныс алуыңызға ерекше мән беріңіз. Ақырын тыныстаңыз. Ауаны мұрынмен алып, ауызбен шығарып тастаңыз. Ауаның кеудеңізге ғана емес, ішіңізге жетуін қадағалаңыз. Бұл уақытта көңіліңізді түсіретін нәрселерді ойлаудан аулақ болыңыз. Жай ғана терең тыныстаңыз. Сол сәттен ләззат алыңыз.